Оралхан Бөкей, апамның астауы. Ол кезде мен бала едім, апам жастау еді. Әке шешеміз қиыр жайлап, шет қонып, мал соңында жүретінде, айында жылында ғана болмаса, бет жүзін үнемі көре бермейтінбіз. Соғыстан кейінгі жылдарда есін жиып, езілген еңсесі көтеріле бастаған елдің берекелі де бейбіт тірлігі, жар жағасында отырған жалғыз үй, әрине бізге ортақ. Қос бөлмелі, шатырланбаған тоқал ағаш тамның маңайы қысы жазы жыпырлаған, айғайлап шулаған балалардың базарына айналатын. Біздің үйден тас лақтырым жерде арқыра бағып жатар ағыны қатты бұқтырма, жаз шыға суға шомылған, қыста сырғанақ тепкен, баланың жер көкті шар құрып шарласа таба алмас қызыққа толы мекен еді. Тоң боп қатқан пимасын, сүңгілесе су болған көйлек дамбалын біздің үйге келіп кептіретін. Сонда апам менің ғана емес, мұқым ауыл балаларының абзал анасы сықылданатын. 15 жасыма дейін апамның қойнына жаттым. 15 жасыма дейін әкенің, шешенің кім екенін білмей, сол айналайын апамның тәрбиесінде өстім. 15 жасыма дейін апамның етегіне жабысып, соңынан қалмай, бүлкектеп, құлындай еріп ер жеттім. Сол кісімен жүрсем, мал сойған итің құлағы, тәттісі мен дәмдісі менің аузыма тиетін. Мен ол кезде апамның өмір тарихын тіпті кім екенін білмей, алаңсыз шуақты күндерге марқайып маңар едім. Бүгінде көз алдымда ары қашан кемпір, тарамысты мықты саусақтар, ерні мен иегін күйік шалып тыртықтанған әдемі ажар, кимешегінен дудырап шығыңқырап жүретін ақша алмаған қара бұйра шашқана. Менің көз алдымда қандауырын қайрап, басының қаны тасыған еркек ұрғашының кеудесіне мініп, арамған ағызып тұрған, немесе терилеп, көнтігіп отырған, жөн түтіп, арқан ескен, жібі еріп, алаша тоқып, оюлап, сырмақ тігіп отырған апам. Ертеректе қазақ әйелі не істеу керек болса, түгел қолынан келетін апам, қазақ әйелінің ғана емес, ер азамат атқарар істі қаранардай қасқая көтерер апам. Жаз шыға бәріміз, апам есіп берген жіпті алып, тоғайға отын қаттанатынбыз. Бір-бір арқа отын көтеріп, ең алды апам, содан кейін құндыздай шулаған біздер күліп ойнап келе жатар едік. Ол шақта қыстық шөпті де ала жаздай арқалап тасып, қораны маяға толтырып қоятынбыз. Қысқы соғым мен ұнған әке шешеміздің мойында огород, шұрқыраған қастауық, 2 сиыр мен ұсақ малымыз бар. Ол кісілерге зиянымызды көп тигізбейтін едік. Шынымды айтсам, бізді, тіпті бізді ғана емес, ертеректе әкемізді оның іні қарындастарын асыраған апамның теректен ойып жасалған келісі мен ескі астау еді. Осы келі мен астау тіпті әкемнен де үлкен. Апам Алтайдың арғы беті, төркіннен ала келген аса қымбат заттары болатын. Апамның біздің атамыз дос марқұмға ұзатылуы да қызық. Кейде, әсіресе қазіргідей қараша туа темір пешке отты маздатып жағып тастап, пештің жыртығынан саулаған жарық түсіп, ала көлеңкеленген қоңыр үйде отырып, апамның әңгімесін тыңдайтынбыз. Тегінде ол кісі әңгімеге сараң көп сөйлемейтін, тек өз ісімен ғана жүретін, қақ соғы жоқ, инабатты жуас адам еді. Дүниеде өсек аяң, қулық сұмдықты білмейтін. Не болмаса, тірі пенденің бетінде «Әй, сен сондайсың» деп қарамаған. Немесе тірі пендеге тілі тимеген. Жарықты ораза намазы бұзылмаған таза да тәкаппар әйел еді. Бала кезімізде байыбына барып бағамдамадық па? Бізді қойып бүкіл ауыл аймақ, тіпті қазақ елі ең соңғы қасиетті әйел тұрмыстық салттық өмірдің этикалық, этнографиялық, тіпті археологиялық байлығынан айырылған білді ме? Қазір ойлаймын, егер қазақтың әйелдері атқарар бүкіл ісімерліктің қолөнер институтын немесе фабрикасын ашып, менің апамды бастық сайласа, тұтас бір 10 саусақ өнер ұрпақ дайындап шығарар еді. Иә, ол кісі тірі кезінде ешкім елеп ескермеген алтын қолды құдіретті әйел еді. Қазақта осыншалық мықты, осыншалық ақылды ұлы әйелдер болғаны қандай жақсы. Бірақ біздер 20 ғасырдың азаматтары
Көп ретте осындай асылымызды байқамай айналып өтер едік. Айырылып қалған соң ғана айы өтіп сан соға өкінер едік. Өзгені қойып мақтасынып жүрген мына менің өзім сол апамнан тірі кезінде неге ғана бәрін киіз басып үй тігуді, арқан есуді, тері илеп өңдеп киім тігуді, алаша тоқып өрнектеп сырмақ тігудің, саба, сүйретпе, торсық істеудің бүкіл қыр-сырын тәпіштеп жазып алмадым. Енді міне, қолымызды мезгілінен кеш сермеп отырғанымыз. Енді міне, бұзау өлген сиырдай тұлыпқа мөңіреп, жыртық астаудан апамның алақанын, апамның қауыздаған талқан тарысын іздеп тамсанып отырғанымыз. Білем, жер көкті шарлаған Асанқайғы да ажалдан қашып құтыла алмаған. Білем, мың жасаған Лұқман хакім де өлмеудің, өлтірмеудің амалын таба алмаған. Адамзат өлу үшін туарын. Бәрін білем. Құдай-ау, мәңгілік тіршіліктің жоғын сезе тұрып, апам сынды адамдарды жер басып жүрген кезінде неге ардақтамадық, неге бағаламадық? Қан көтеріп, бір тұтудың орнына шікірейіп жүріп, өлтіріп алдық. Егер олар ортамызда жүрген шағында ардақтап, әр сөз, әр ісін жоқ дегенде үйреніп үлгерсек, өлмегені ғой, өлтірмегеніміз ғой. Ал біз тірі кезінде өлтіріп аламыз. Қазір апам жоқ. Қара жер қойнын алған. Былтыр мен кигізген атлас көйлекті ала кеткен жоқ. Арулаған адамдар киіп жүр. 80 жыл жолдас болған жыртық астау да қаңсып қалды не? Қаңсып, итаяқ болып қалды не? Апам ала кеткен жоқ. Иә, сонымен қарашатуа от маздатып, қарағайдың шайырын жалмаң шайнап, екі бүйірі жонарқасы нарттай қызарып кеткен темір пешке шырт түкіріп, шыжылдатып отырған тамам баланың ортасында қарқырадай қасқайып отырар апам менің қап-қара болып, тілім шыға жырлыған аяғыма қаймақ жағатын. Қаймақ дейіп удай ашығанда шыбын жаным шырқыраушы еді. Қаздың балапандай, алқа отандай жайғасқан немерелерін айналып толғанған әжемнің тек қарашада қылаулап алғашқы қар жауардаған айтар әңгімесі ағыл-тегіл. Оның ақылы жүздеген ұстаз, мың сан мектептен артық. Тәрбие деген ұғымның асқаралы таптырмас үлгісі екенін қайдан білейік? Дүние жүзінде апамның қойнынан аңқып шығар әжелік естен жағымды не бар екен жалғанда? Бұл жалғанда картопты тіліп жіберіп, қызара бөрткен темір пешке қарып жегеннен дәмді не бар ау? Бұл жалғанда қасқарая малды жайғап келіп, апамның айналасында тырайып жатып, әңгімесін тыңдағаннан қымбат сәттер табыла ма? Қайтайланып келер ме? Апам Алтайдың арғы бетіндегі Керей елінің қызы. Әкесі аса бай болған. Текті тұқымның тұяғы. Апам еркелеп өскен жалғыз қызы. 15-ке толған соң іргелес байдың ұлына жасауын беріп, сыңсыта ұзатқан екен. Өз заманның аса көрікті қызы, әрі 10 саусақ өнер. Апам босаға көрген бірер жылындақ маңғаз, инабатты пысық келін атанады. Содан бір күні екі кештің арасында басқа ауылдан сый қонақтар келіп, тай сойып, тай қазан ет асып жатқан шақта, жер ошақта отты үрлей берем деген апамның шылаушына шала тиіп, лап етіп жанады. Тыртыстыра тар киген, екі жақтау зерленген кимешек шылауш шешілмей, бет аузы түгел күйіп қалған екен. Күйеуі дезгілікті жақсы жігіт болған. Алтай емдетіп, шыбын жанын аман алып қалыпты. Келіншегім жарым жан болды деп, кезептенбей, тату тәтті өмір сүріпті. Алайда бір жылдан соң өзі дүниеден қайтып, жесір қалған апам төркін оралған. Осы жақта Алтайдың теріскей бетіндегі Әбдікерім болыстың биі атанған жақ. Жоқ шешен жігіт. Біздің атамыз достың қатын өліп, қыз таңдап, бұлаңдап, қырғыдырып, жер сыдырып жүрген. Әрі сері, әрі атақты салт басты сабау қамшылы жігітке тиеміз деп, бүкіл Қаратай елі қыздары қырылып қала жазапты. Бірақ біздің атамыз бірде-біреуін менсінбеген. Сол менсінбеген қалпы ауылда қыздың аузы сасық дегендейін Алтайдан асып, арғы беттегі Керейден жар таңдайды. Күйеуі өліп,
бет-аузы күйік шалған апамды көріп, атының артына мінгестіріп, бір-ақ түнде алып қашып кеткен. Дос келіншек әкеле жатыр. Қырмызыдай құлпырған бізді көзіне ілмеп, керейден алған қызы аймен күндей сұлу шығар, көрелік деп. Алдынан шықса, ерні салпиған тыртық біреу екен. Тамам қыз бетін шымшып күліпті. Сонда атамыз айтыпты: «Ей Қаратайдың қатын қыздары, неменеге жетісіп күлесіңдер? Менің келіншегім, еліңнің қыздары мынау ма деп, сендерге ерін шығарып отыр» деп сөз тауып кеткен екен марқұм. Темір пеште маздай жанған отқа талтая қыздырынып, ала көлеңке ағаш үйде апамның тізесіне басымызды қойып, мұрнымыз пысылдап ұйықтап қалушы едік. Қашан өзіміз оянғанша тырп етпей, ұйқымызды күзетіп отыра берер еді жарықтық. Апамның қайсы бір мықтылығын айтып таусайын, дегенмен бір-екеуін сіздерге әңгімелеп бермекпін. Әкем ынтымақ колхозының сиыр фермасында бастық болатын. Ауылдан 10 шақырым Қаражер деп аталатын фермада тұрады. Шешем сиыр сауады. Бұл қыс мекендері, ал жаз шыға жайлауға көшіп кететін. Жаздың жайма шуақ бір күнінде үйге сиыршы шал жүніс келді. Тауға көшкенде аяғы құрттап жүре алмай қалған қарабас қойды қозысы мен жұртқа қалдырып кетіпті. Бір лажын тауып, соны жеткізіп алсын. Содан соң қара жерге егілген картошканың арам шөбін жұлып, суарып, қопсытып, төптесін деген хабар айтыпты. Таңертең апам екеуміз жаяу жолға шықтық. Күн ала бұлтты болғанмен қапырық ыстық еді. Біз қара жердегі шілікке салған картошка алқабына жеткенде күн түске айналған. Бағанағы шайдай ашық аспанды қара құрым бұлт торлап, әпсетте күннің көзі көрінбей қалды. Мен шөбін отап, апам түптеп лезде бітіріп тастадық. Біздің осы жұмысты аяқтауымызды күтіп тұрғандай, әлгінде ғана тас төбегеленген қара бұлттан бауырсақтай бұршақ төпелей жөнелді. Апам ұстарамен күні кеше ғана жалтыратып алып тастаған тақыр басымызды ұрғылағанда, тулаққа тиген сабаудай тарсылдағын шығады. Апам желеткесін шешіп басыма жапты. Ала жаздай сиыр фермасының күзетіне қалатын Қашыбай деген шал отыратын қыстаққа қарай безектеп келеміз. Жалғыз үйлі шалдың өмір тарихы жеке бір кітаптың жүгі. Жарты ғасыры 9 жолдың торабында жылжымай мекен етіп келе жатқан ақсақалдың бар ермегі ар өткен. Бері өткен жүргіншінің пикет жайы болып, үйіне түнетіп жол нұсқау болатын. Апам екеуміз осы үйдің табалдырығынан аттай бергенде, әзірде ғана төбеден төпелеп тұрған бұршақ сап болды да, шығысқа қарай қарақұрым көшіп бара жатқан. Қамшыбай төр алдында ерігіңкіреп, Дамбалшаң бәйбішесі Мәжәдайды түршкілеп ойнап отыр екен. Біз кіргенде кәдімгідей қутыңдап қуанып қалды. Зерігеді білем. 70-ке жақындап қалса да, дені сау, қапшағай шапшаң, саңқылдап сөйлейтін қағылез адам екен. «Кеспіріңнен айналдым, кеспіріңнен» деді апама. «Судан шыққан су тұшқан секілдісің ғой, төрлет». Сақалы тұштаңдап, өзі төмен ысырыла берді. «Мені қойшы, сен екеуміз тоқпақтаса да өлеміз бе? Балам тоңып кетті» деді апам, менің басыма жапқан желеткесінің суын сығып. «Ұлыңды мен ақ кигізге орап тастайын, шешесінің құрсағында жатқандай рақаттанып усансын» деп, Қашыбай отырған орнынан қарғып тұрып, ірге тұста керіске де жиналып тұрған жүктен әппақ киізді суырып алды. «Кел балам, орап тастайын, шеш үстіңдегі қомшаңды». Мені тыржалаңа шешіндіріп, киізге тұмшалап бөліп тастады. Әрі-бері мұрныма қой жүннің шуашы келіп, маужырап, көзім бақырайып жаттым да, бойым жылынған соң ұйықтап кетіппін. Оянғанымда апамдар шай ішіп отыр екен. Қашыбай бізге атарбасын бермеді. Тақыс шал тоғайда жиып қойған отыным бар еді. Соған асығып барам деген соң, апам шындап ренжіді білем. Кішкентай қозыны маған көтертті де, өзі тобан аяқ болып баса алмай жатқан зіңгіттей саулықты арқасына бір-ақ салды. Алдыңғы екі сирағынан ұстап, жас балаша арқалап алды да, «Кетті құлым» деді маған. Мен ол кісінің артынан қозымды құшақтап, бүлкек-бүлкек еріп келемін. 10 шақырым қашықтықтағы ауылға апам 5-6 рет демалып жетіп-ақ келді. Сонда менің көз алдында қалғаны, апамның көкжайсаң шалғынды қақ жарып, менің алдында батар күнді бетке алып, қасқая тартып бара жатқаны.
Қасқая тартып бара жатып, арқасындағы саулықты былқ еткізіп тастай беріп, тоғай ішіндегі қара суға барып дәрет алғаны. Содан соң батар күнге бет беріп намаз оқығаны. Намаз оқып көк шалғынға бір жығылып бір тұрып, қып-қызыл күн нұрымен шағылысқан қайран апам осы қалпында қара жерге, туған жерге табынғандай еді. Енесіне тартқан қарабас қозыны құшақтап отырып, мен апамның дүние жүзіндегі ең күшті адам екеніне күмәнім қалмаған. Біз үйге жеткенде жолда ешкілерді айдай келдік. 2 сиырды бұзау еміп тұр екен. Ал ағаш үйдің есігі шалқасан ашық, маса буып толып алған. Әпкелерім тұлыпқа оранып ұйықтап жатыр. Апам оларға ұрысқан да, тіпті ұйқысын бұзып оятқан да жоқ. Бүкіл шаруаны өзі тындырып, тек кешкі асқа ғана шақырды. Апам менің. Жаз өтіп, қылышын сүйретіп қыс келді. Орман тоғай, тау тас әппақ. Алтай өңірінің әрі жүдеу, әрі көңілді шағы туды. Апам етегін дөңгеленте белін қынап тігіп берген. Қарағайдың қабығына бояған қызыл тонымды, тері қолғабымды, елтірі тұмағымды, табандаған ақ бұймамды киіп, қол шанамды, оны да қайыңнан иіп, шабақ салып, апам істеп берген. Сүйреп ойнауға шығамын. Сонда әңгіштайдың өзім секілді бар баласы маған қызыға да қызғана қарайтын сезетінмін. Жағымсып менімен дос болуға, менімен ойнауға құштар екендерін біліп, танауымды шүйіремін. Кеше әкем келіп кеткен, астында биік таудай ақ бозаты бар. Жеңеше деді апама. Неге жеңеше дейтінін білмейтінмін, өйткені шешем де солай атайтын. Ертең таңертең сиыршы шал жүністі жіберем, соғымды сойып береді. Осыдан бір апта бұрын сол жүніс шал ту сиыр жетелеп келіп, қыстай осыны жеп шығасыңдар деп еді. Енді сол сиырды сойып мүшелеп бермек. Жүніс келеді деген күні апам су жылытып, пышағын, сиырды жығатын арқанды даярлап көп тосты. Келмеді. Шыдам әбден таусылған соң, жүр ұлым, өзіміз ақ сойып алармыз деп, қоңыр сиырды бас жібінен жетелеп қорадан шығарды. Бұдан соң тұмсығына шалып, мүйізінен діңгекке тас қылып байлады. Қыларқан мен сиырдың аяғын іліп алды да, діңгекке бір-ақ орап, бар күшімен тартып қалғанда, еңгезердей қоңыр сиыр гүрс етіп құлап түсті. Апам діңгектен шандып алған арқанды сусыта тартып тұяғын серпуге келтірмей, буып тастағаны. Сиыр шоршы болмаған соң, жүгіріп барып құйымшағына жабысып едім, сонадай жерге ыршытып лақтырып жіберді. Жолама мертіктіреді деді апам. Ал өзі соншалықты көз ілеспес шапшаң қимылмен сиырдың 4 аяғын қазық баулап байлап жүр. Содан кейін тұмсықтан оралған жіпті соза тартып, сиырдың тамағын керіп тастады да, жез мойын мүйіз сап шақтамаған ұстатты. Шошып кеттім. Қорықпа ұлым деді апам. Әйел адам мал бауыздамайды, сен азаматсың, қане, мықтап ұста. Қолым дір-дір етеді. Апам менің кіп-кішкене жұдырығымның сыртынан өзі қарулы тарамыстанған саусақтарымен қапсыра ұстады да, бұлқынуға дәрмені келмей теңкиіп пысылдаған сиырдың тамағынан орып жіберді. Қып-қызыл қан атқыладай. Енді бұлай тұр, бір жеріңе қан тиеді, деді де мүйіз сап пышақты жалаңдатып қоңыр сиырдың быт-жытын шығарды. Әпсетте терісін сыпырып, бұзып мүшеледі. Тұздап, салмаға жайып тастап, астына түтін салды. Мен өкпе бауырдан қуырдақ қуырып әлекпін. Содан соң шаруаны бітіріп, сиырдың терісіне тұз сеуіп жайып, қар бетіне тамған қан жынды тазалап, шайға отырғанда, сабақтан жүгіріп әпкелерім фермадан тепеңдеп жүніс шал келді. Соғым сойып беруге әкем жіберген сиыршы буы бұрқыраған ыстық қордаққа кекіре тойып алды да, аманында ауылына қайтты. Апам менің. Үлкен әпкем Шолпан қоңыр сиырды соғымға сойған жылы қыста күйеуге қашып кетті. Қашып кеткенде де басқақ емес, жуықта әскерден оралып, ауылда шофер болып жүрген баяғы бекетші шал Қашыбайдың көп ұлының бірі бақырақ көз төртбақ әутәліп алып қашып кетті. Әкем мен шешем алғашында оң жақтағы тұла бойы тұңғыш қызынан айырылып қалғанына намыстанып қатты ашуланғанмен, артынан кетер қыз кетті деп жасау жабдығына кіріскен. Әрине, жасау дегенде сырмақ, алаша, көрпе жастық секілді үй жиһазының олпылы ол кезде тек қана қолдан тоқылып тігілетіні белгілі. Апам Шолпанның мұқым тең-тең жасауын бір айдың ішінде дайын етті де, шанаға тиеп, маған аттың делбесін ұстатып,
құдаларға аттанды. Шырмауық салып, бал мен аштыққан сары сыраға қызыра бөртіп алған құдамыз Қашыбай шал ат байлары мықты тәуір жердің қызын келін қылып түсіргеніне қатты риза болды. Өткен жылы жазда ақсақ қойды апама жаяу арқалатып жібергеніне, ат арбасын бекер бермегеніне өкінді. Өзі қудыңдап қарқ-қарқ күліп қояды. Апама дорқадан көйлек кигізіп, менің қолыма 10 сом ақша ұстатты. Мен мәз болдым. Өзім-өз болып қолыма ақша тигені сол еді. Ышқырымдағы асық салатын қалтама жымқырып, жүгіртіп жібердім де, үйге апамды тастап жаяу қашып кеттім. Апам кештетіп өзі келді. Сол күні түнде мен апамнан мүлде бөлініп шығып, ойына жатпай шалбарымды жамбасыма басып жеке ұйықтадым. Ондағы жұмысыма ойым, апам құдалар берген 10 сом ақшаны сұрап алып қояды деген қауіп. Сонда маған, әпкеңді үйге қайтарамыз, 10 сом ақшаны бер десе, азар да безер қарсы болар едім-ау. Сонда мен әпкемді 10 сомға сатып жібергенде едім. Апам ләм деген жоқ. Ойыныма жат деп айтпайды да, 10 сом ақшаны тауқалап сұрамады да. Сол күннен бастап қулық сауып, ер жеткенімді білдім. Сол 10 сом ақша апам екеуміздің арамызды аша түскендей болды. Мен бөлек жатып жүрдім. Бір ай жамбасыма басып сақтаған қағаз ақша сары тап болып тозуға айналғанда жоғалтып қалғаным әрине апамнан көрдім. Не деген бекершілдік, не деген пендешілік десеңізші. Апам менің ер жеттік, білім алып, қызмет атақ қудық. Ауылдан ұзап апамнан алыстап Астанаға аттандым. Апам Жеңісқан деген ұлының қолында тұрып жатты. Анда-санда ауылға барғанда өз үйіме түсіп, апам өзі келіп амандаспаса шіреніп жатып алатын едім. Мен сонда ауылға келіп кетіп жүріп, әкемдердің аузынан апамның тіпті де менің әжем емес, шалы дос марқұм болғаннан кейін біздің үйімізде бірге тұрған, әкеме шеше орнына шеше болып кеткен жеңгесі екенін білдім. Ал доспенен менің әкемнің әкесі Исақан бірге туысады екен. Мен сонда апамның соншалықты алыс, тым-тым алыс екеніне көзім жеткенімен иланбай, жүрегім бәрібір баяғы кезді апамның жылы ойыны аялы алақанын аңсаймын. Өткен жазда апам түсіме кірді. 80 жыл жолдас болған жарық астауына арпа салып, қауызынан тазартып желпіп отыр екен, маған айтады екен деймін. Құдалар берген 10 сомды үйде шай жоқ болып қалған соң мен алған едім. Ертеңінде мазам болмай көңілсіз ояндым да әйеліме: демалысқа шығайық, ауылға барайық. Апам түсіме кіріп жүр, сен таза матадан көйлек сатып әкел деп едім. Неге екенін білмеймін. Үйге келген соңда баяғыдай аяғымның басын қайқайтып жатып алмай, тағат таппай, апамның үйіне қарай құстай ұштым. Есік алдында немерелерін ойнатып отыр екен. Менің екі бетімнен кезек сүйіп: апаңды ұмытайын дедің ау құлыным, мұрныңнан сығып алған бал едің деп көзіне жас алды. Шай жасала бергенде таудан отын алып ұлы Жеңісқан келді. Апаң бұрынғыдай емес, қартайды, екі тізен бастырмайды, әйтпесе сарайым сау, тісім бүтін. Менің есіме апамның 5 уақыт дәрет алып, намаз оққан сайын тісін тұзбен сатына. Тіпті осы кісінің 80-нен асқан жасқа дейін не бір жерім ауырды, не шаршадым, жалықтым деп қабақ шытпағаны түсті. Рас, шын айтамын, апамның тісі әлі де маржандай екен. Рас, шын айтамын, апам бұл дүниеде жалғыз рет дәрігерге болмаса, бақсы балгерге қаралмай, сау саламат өте шықты. Тамақ жасалып бата берді, әрі ұзақ оқыды. Батасы қандай мағыналы мақамды. Мен апамды дәл бүгін бөлекше танып, көп-көп қадір қасиетін қайта сезгендей болдым. Ымырт үйіріле үйден шықтық. Жеңісқан айтты: Шербекті әлі күнге апам қайрайды. Мене кесем, отын кескенде не секіріп жүрмейді, не өтпейді. Көзі әлі де киіз басты. Қызық әйтеуір, тыныш отырмайды. Ертеңде күн барау демей, бұзаудың мойын жібінесіп ноқта істеді. Қолы босай қалса ауырып қалатын секілді. Жеңгең иек сүйеп, жаман үйреніп кетеме деп қорқамын. Қанжығаға байлап жүреміз бе? Жаман айтпай жақсы жоқ, бір күні қисайып қалса. Апам мықты ғой дедім, мен де жамандыққа қимай. Апам 100 жасайды. Ертеңінде таңғы сағат 8-де Жеңісқанның үлкен қызы жылап жүгіріп келді. Апам ауырып жатыр.
ертеңінде ескі қораның бұрышында дөңгерулі жатқан апамның астауын алып Алматыға қайттым. Апам менің: "Сенен не қалды? Жарық астау ма?" "Иә, адам өмірі де сол жарық астау секілді қаңсып қалады екен ау."